Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырып қызыл жұлдызға саяхат. Путешествие в Марс. Жаңа сөздер, новые слова, напиши в словарь и выучи. Шұңқыр, яма, қатпар, складки. Суреттерге қара, ғаламшарлардың атауын айт. Посмотри на картинку и назови планеты. Мысалы, бірінші ол жер, үшінші ол Марс, қызыл жұлдыз. Екінші суретті өзің тауып көр. Қызыл жұлдыз ғаламшары туралы мәлімет ізде. Найди информацию про Марс. Біріншіден, ғаламшар не себепті қызыл жұлдыз аталған? Почему именно назвали Марсом? Екіншіден, қызыл жұлдыз жерден қанша есе кіші? Насколько меньше от Земли? Қызыл жұлдызда тау бар ма? Там есть горы. Қызыл жұлдызда су бар ма? Там есть вода. Қызыл жұлдыз ғаламшарында өмір сүруге бола ма? В Марсе можно жить? Бірінші, себебі жұлдыздың түсі қан түстес қызыл болғандықтан қызыл жұлдыз деп атаған. Екіншіден, жерден 2 есе кіші. Үшінші, тауы бар, суы да бар. Бесінші, өмір сүруге болмайды. Себебі кислород жоқ ол жерде. Төртінші тапсырма, суретке қара, не көріп тұрғаныңды айт. Посмотри на картинку и скажи, что ты видишь. Мен ғарышкерлерді көріп тұрмын, ғарыш кемені көріп тұрмын, зымыран, Қазақстан мемлекетінің туы, шұңқыр, тау көріп тұрмын. Бесінші тапсырма, сөздер мен суреттерді сәйкестендір. Сопоставь слова и картинки. Бірінші сурет ол шұңқыр. Екінші сурет қатпар. Үшінші сурет судың орны. Төртінші сурет тау. Алтыншы тапсырма, жоғарыдағы суретке қайта қара, заттарды сана. Посмотри на картинку и посчитай. Суретте қанша тау бар? Сколько гор? Суреттегі зерттеушілер саны қанша? Сколько исследователей? Суретте қанша әуе көлігі бар? Сколько космического корабля? Қанша ту орнатылған? Қызыл жұлдызда қанша жанартау қатпарлары көрінеді? Қызыл жұлдыздан неше шұңқыр көріп тұрсың? Жетінші тапсырма, сандарды сөзбен жаз, напиши цифры словами. Сегізінші тапсырма, күн, ай атауларын, жылдарды дұрыс айт, көршіңнен сандардың парақпен жауып қой. Да правильно прочитать. Төртінші сәуір, 2016 жыл, 31 тамыз, 1956 жыл, 1980 оқушы, 1980 оқушы, 7 маусым, 2016 жыл, 16 үй, 25 шілде, 31 тамыз, 7 маусым, 4 сәуір, 1956 жыл, 9 сынып, 16 үй, 25 шілде. Сен білесің бе, а ты знал, 1997 жылы ең алғаш қызыл жұлдызға геолог машинелер жеткізілген. Одиссей Спирит атты робот машинелер қызыл жұлдыз туралы алғашқы мәліметтерді суретке түсіріп, жерге жеткізіп отырды. Қызыл жұлдыз сөнген жанартау қатпары, ол шұңқыр және таулардан тұрады. Впервые в 1997 году в Марс были доставлены геологические машины. Машины-роботы Одиссей и Спирит нам предоставляли первые картинки и информации про Марс. В Марсе ямы и горы. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за внимание. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.